Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Сіздермен Әсел. Бүгін сіздермен өте қарапайым үй жағдайында дайындалатын керемет цезарь салатын дайындайтын боламыз. Сіздерге ең бірінші кішкене ғана өтінішім бар. Жоғарыда тұрған подписацияны басып, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік, дайындап тастайық. Бізге қайнатылған жұмыртқа, қияр, қызанақ, пекинская капуста, майонез, сыр және қайнатылған тауықтың төс еті және қолдан жасалған кәдімгі қарапайым сухари қажет болады, пеште піскен. Мен сіздерге бір нәрсе айта кетейін. Бұл жерде мен бұл салатты кішкене көбірек қылдырып дайындадым, себебі қонақ шақыратын болып, қонаққа дайындаған салатым болатын. Сол себептен көлемін азайтсаңыздар да болады, көбейтсеңіздер де болады. Ол сіздердің қалауларыңызға қарай. Ең алдымен осы пекин капустасын сыртындағы бір қабатын алып тастаймын. Содан кейін бәрін ашып, яғни бір-бір жуып аламыз. Жуып алғаннан кейін осылай бір-бір жапырақтап, ұзынша етіп кесіп аламыз да, ұзыннан 4-ке 5-ке бөліп кесіп алсаңыздар да болады. Ол пекинская капустаның, яғни көлеміне байланысты, үлкендігіне. Одан кейін үлкен кубик емес, кубиктен үлкендеу қылдырып, осылай турасаңыздар болады. Осылай бәрін турап аласыздар. Мен сразу бәрін турадым. Ол сіздер өз қалауларыңызға қарай. Егер де бір ғана тәрелкеге жасаймын десеңіздер, бірінші, ол кезде бір жарым осы жапырақ жетеді бір тәрелкеге. Капустамызды турап болғаннан кейін тауықтың төс етін тураймыз. Оны да тура капуста сияқты, яғни пекинская капуста сияқты бірінші кесіп аламыз. Қалың да болмасын және жұқа да болмау керек. Орташа көлемде кесесіздер. Бұны да тура ұзынша етіп кесіп, және де көлденеңінен турайтын боламыз. Сіздерде қалың да емес, жұқа да емес, әдемі болып шығу керек. Ең алдымен видеоны соңына дейін міндетті түрде қарап алыңыздар, керек заттардың бәрін көріп алыңыздар, қай зат қалай туралатынын да көріп алыңыздар. Содан кейін бар жасасаңыздар, сіздерге өте жеңіл болады және де результаты өте керемет болып шығады. Бір жасағаннан шығады. Барлық заттарымызды негізі осылайнан кезек-кезегімен жақсылап турап, жуатынын жуып, солайнан дайындап аламыз. Енді қызанақты тураймыз. Қызанақты мен, яғни ішіндегі өзегін алмаймын. Кейбіреулер алады, әркім өз қалауына қарай қоссаңыздар болады. Негізі жаңағы суы шығып кетеді деп, көп жағдайда ішіндегі өзегін алып тастап жатады. Менде ондай қажеттілік болған жоқ. Дастарханға мен сразу қоятын болғандықтан бәрін бірге қоса бердім. Менің сіздерге ұсынып отырған цезарь салатым бұл үй жағдайында қарапайым ғана қолжетімді заттардан жасалынған салат. Сол себептен өте қатты сөге көрмеңіздер. Мынау цезарға ұқсамайды ғой мүлдем деп. Черри помидордың орнына бұл жерде, яғни кәдімгі қарапайым қызанақ қолданып отырмыз.
егер де жоқ, мен цезарь салатты ресторандағыдай жасаймын дейтін болсаңыздар, ол кезде әрине өз қалауларыңызға қарай черри помидор, кептірілген ысытылған тауықтың төс етін алып қолдансаңыздар болады. Сіз егер де әлде менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписацияны басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Мен бұл салатқа қияр да қостым. Қияр енді ол өз еріктеріңізге қарай. Қиярмен бірақ дәмдірек болып шығады. Қиярды жуып, екі шетін алып тастап, ортасынан бір бөлеміз де осылайынан ұзынша етіп, жұқалап, кесіп турап шығамыз. Менің каналыма кіріп қарайтын болсаңыздар, ішінде тағы да салаттың басқа да түрлері, тәттілер, тағамдардың түрлері өте көп. Сол ішінде менің басқа да видеоларымды міндетті түрде қарап, өз керектеріңізге жаратыңыздар. Жұмыртқаны да мен үшке, үлкенірек жұмыртқаны төртке бөлдім. Сарысымен бірге аккуратны бөліп, аккуратны қоясыздар, өйткені сарысы білесіздер тез, яғни формасын ұстамайды. Сол себептен де асықпай аккуратны қойсаңыздар, әдемі болып тәрілкеге де түседі. Тура осы видеода көрсетілгендей етіп қайталайтын болсаңыздар, салаттарыңыз мінсіз әдемі болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, менің видеоларымды қарап, пайдаңызға жарап жатқан болса, міндетті түрде видеоға лайк қалдырып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді соусын дайындаймыз. Соусын тоже мен қолдан жасадым. Арнайы барып сатып алған жоқпын. Кәдімгі қарапайым майонезге чеснок бір бас, өздеріңіздің қалауларыңызға қарай 2 бас чеснок салсаңыздар жеткілікті. Майонезде бір жобамен кішкентай ғана бір кеседей майонез жетіп қалады. Бірінші чеснокты майдалап турайсыздар, өте ұсақтап. Соның үстіне майонезді салып, бәрін однородный масса шыққанша жақсылап тұрып араластырасыздар. Осынымен біздің салатымыз соңына жақындап қалды. Өздеріңіз қарап отырсаңыздар, өте тез және жеңіл дайындалады. Мен сухариді айтпаппын. Сухариді кәдімгі нанды, бөлкен нан болсын, кесілген нан болсын, жұқалап кестім да, пешке 180 градуста 10-15 минутқа қызарғанша қойып алдым. Өте қытырлақ, әдемі болып шықты. Менің бұл салатымның бір ерекшелігі, негізі цезарь салатында капустаны, тауықты, жаңағы помидоры бар, бәрін бірге араластырылады соусын салатта. Ал мен бұл жерде араластырған жоқпын. Каждый тәрілкеге осылай жеке-жеке қойып шықтым. Ең астына капуста, үстіне тауық, одан кейін огурцы, помидорды салдым да, содан кейін барып қана біздің қолдан жасалған соусымызды құйдым. Бір 2-2,5 чайный ложка құйсаңыздар жеткілікті бір тәрілкеге. Негізі бұлай жасасаңыздар да ыңғайлы болады. Капустаны, помидорды, огурцыды және тауықты бір ыдысқа салып, бәрін бірге майонезін қосып, яғни арнайы дайындалған соусымызды салып, араластырып алып, сразу тәлкеге салып, бетіне жұмыртқамен сухаримізді сала салсаңыздар да өте әдемі болып шығады.
мен сіздерге сол үшін екі түрлі вариантты айтып отырмын. Біріншісін өзім көрсеттім арнайы. Бұл да өзінше әдемі, келген қонақ, яғни қонақтар өздері араластырып, сол жерде жейтін болады. Помидордың да суы шықпайды, ешқандай артық дәмде, артық суы да шықпайды. Және де ең бетіне әрлеуі ретінде де ажарын да ашатын, әдемі қылдырып, сырды теркадан өткізіп, сырларыңыз көп болса, ол тіптен жақсы, көбірек салсаңыздар, ол да объемный, әдемі болып, видный болып шығады салаттарыңыз. Осынымен біздің салатымыз соңына жетті, салатымыз дайын. Менімен болғандарыңызға үлкен рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналым туралы достарыңызға айта жүріңіздер.